Барлықтарыңызға сәлем, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін ерекше медовик жасайтын боламыз. Бұл торттың ерекшелігі корждары табада пісіп шығатын болады. Өте керемет болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Торт өте нәзік, ауызда еритін болады. Жасап көріңіздер. Бар керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Ең алдымен ыдысқа май, қант, балды қосып, водяной баняға қоюымыз керек. Ол үшін осылай кастрюльге су құйып, су қайнаған кезде үстіне ыдысымызды қоямыз. Сол кезде біздің массамыз еритін болады. Барлығы жақсылап еріген кезде ыдысты оттан аламыз. Ыңғайлы болу үшін бөлек ыдысқа құйып алдым. Енді сода қосамыз, жақсылап араластырамыз. Реакцияға түсіп, біздің массамыз осылай көпіртенеді. Енді жұмыртқаны қосамыз. Жылдам араластырамыз барлығын. Одан кейін қаймақты қосамыз. Барлығын жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Енді ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Осылай лопата немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Ұнды көп қосып, қамырды қатты қылып қоймаңыздар. Біздің қамырымыз жабысқыш, осындай консистенцияда болғаны дұрыс. Сол кезде корждарымыз жұмсақ болып шығады. Енді қамырды 31 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Уақыт өткеннен кейін столға ұнды сеуіп, қамырды алып осылай қолымызбен күршелеп жібереміз. Қараңыздар, өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді 6 бөлікке бөліп аламыз. Бізде 6 корж болады. Әр коржды осылай күршелейміз. Енді бір-бірден осылай оқтаумен жайып, қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Біздің диаметріміз корждардың 26 см болады. Қызып тұрған табаға корждарды осылай пісіріп аламыз. Корждар өте жылдам піседі. Міне қараңыздар, осылай пузыректар шығып жатқан кезде мына бетіне уже аудара беруге болады. Енді қалған қамырларды да дәл солай пісіріп аламыз. Достар, егер қамырларыңыз тесіліп қалып жатса, табаға салғаннан кейін қолыңызбен осылай түзеп жіберсеңіздер болады. Міне барлығын пісіріп шықтым. Корждар өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, жақсы көтеріледі. Енді корждарымызды осылай домалақ қылып кесіп аламыз. Барлығын бір келкі етіп кесіп шығамыз. Жан-жағындағы қалдықтарын тастамаймыз. Олар бізге соңында керек болады. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін қаймақ керек болады және қойытылған сүт, яғни сгущенка. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бізде қаймақ 25% қаймақ. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің креміміз дайын болды.
Қараңыздар, осындай сұйық болып шығады. Енді тортты жинаймыз. Әр корждың ортасына осылай кремді жағып, тортты жинай береміз. Жан-жағын ұмытпаймыз, осылай барлық жеріне кремді жағып шығамыз. Енді біз жаңағы корждың қалдықтарынан крошка жасап алдық. Соны жан-жағына және үстіне сеуіп шығамыз. Енді тортты кем дегенде 2-3 сағатқа холодильникке қоямыз. Достар, тортымыз дайын болды. Осылай жидектермен әсемдесеңіздер болады. Өз қалауларыңызша. Торт өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Қазір кесіп көреміз. Мен тортты 1 сағаттан кейін кесіп жатырмын. Егер 2-3 сағат ұстасаңыздар, бұдан да нәзік болып шығады. Мен асығыс болғандықтан 1 сағаттан кейін кесіп жатырмын. Соның өзінде торт өте нәзік болып тұр. Дәмі деген керемет болып шықты, маған қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.